Ассалаумағалейкум қазақ жұрты, елі, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің тапқан бірінші сатымыз кабель, одан кейін удлинитель ғой, кабельдің. Одан кейін бір тау алюминиевый банка. Ақ пакетке салып алғам ғой. Қазір темір, алюминий сорт теріп шығамыз. Өзімен бірге 2 пакет қайша алып алдым. Короче, орманды секілді жермен қазір теріп қайтамыз. Біздің келесі табылған сатымыз қорғасын болды. Ар жақта адамдар көп тұр. Жолдың ортасында 40 теңгемен мұз жатыр. Машина көп өтеді, табамадым. Келесі жолға барамыз. Өз пакетке салып атырып бәрін. Теріп бәрін. Мұнда алдымызда мұз жатыр. Тоқ, зарядка. Бұны аламыз. Оплата. Вату мод алсақ. Мұнда телевизордың қалдықтары, басқа да мусорлар бар. Жоғарда мусорный жәшіктер бар ғой. Солардан адамдар телевизор анау-мынау тастаған. Ол жақта жинайтын адамдар көп. Мысты алып кеткен ғой. Сол осы жолмен кеше досым екеуміз жүрген соң кейбір мыстар болған, алып кетіпті де. Енді алюминиевый банкалар теруге тура келеді. Алдымда 2 тау алюминиевый банка жатыр. Үшіншісі. Төртіншісі. Өстіп жинала береді ғой банкалар. Бүгін жаздың соңғы күні. Сонымен екінші видео түсіріп жатырмын. Кеше біреу түсірдім, бүгінгісін түсіріп жатырмын. Қасында бір болото тұр. Соны өтіп бара жатырмын. Табиғат. Табиғатты ластамайық десең, алюминий банкасы.
Осы жерлерден бастап алюминиевый банканың отаны ғой. Бастап толтырып жібереміз әзір. Мыналардан дамай қойық. Кішкене таза болайық. Мынау Бакат трассасы. Мына жақ мусор енді. Теретін адамдар да бар мына жақта. Нені? Банканы. Біршама көргем ондай адамдарды. Қазір табылғанның бәрін ақ бітейік. Телевизор көріп тұрған сияқтымын, сынған. Кинескобы жоқ екен. Осы тасты жол ғой. Саттар толып жатады жер. Оп, пойыз. Қазір көрейік, что-то келіспей жатыр. Тазасы. О, міне. Банка. Мұнда алюминиевый банка саны аз болып тұр. Біреу черіп кеткен болу керек. Ақ пакет почти толайындап қалды. Өзім бір үлкен қара пакет алып шыққам. Соған қазір толтырайық та қайтайық. О, оранжевый. Менің жақсы көретін түсім. Необычный банка кездесті. Мохито. Жайғанды. Кетіп қара пакет алып шығайын енді. Біреулер үшін мұсыр төрегендей болып көрінем, бірақ оның берекесін береді, сосын бұл деген пайдасы бар да. Өстіп жүресің. Теріп. Осындай үлкен пиван банкаларда болады. Бұндай бар күшті енді. Кішкене көбіректі самақтары. Анаған қарағанда, кішкентайына қарағанда. Так, байымыз. Жасын. Темір табылды. Темір. Шіріген темір қайшы. Жолда осындай темір табылды. Свалканы көргем ғой. Енді алып кетейік осыны пакетке сыйдырайық та. Бағанағы темір достар тығып өттік. Пакетке сыймай қойды. Одан шығып тұрады екен. Сосын векпен кеп жасасам алып кетем. Мынан барығы бір жерден шыққан банка бар. Осы жерден шықты. Осыны алайық та қайтайық болды. Күн ысып кетті. Су алып шықпаған ғой, үйге қайтайық енді. Кешегі жолдан алған, табылған бүкіл заттарымыз. Мынау екі тоқ бар ғой. Мынау мен осы екеуі. Көрші жақта, көрші үйде мусорка жақта табылған. Олар стройка істеп жатқан ғой. Үй салып жатқан. Және де жолдан табылды. Остановканың алдынан мыс зарядка. Өте ұсақ 3 тоғы бар. Мыс бұны кейін жағуға қоямыз. Мына екі тоқты тазартсақ болады. Мыстан екен. Кәдімгі мыс, мид дейді ғой. Кішкентай плата, жасыл. Сосын мынаның ұшында ватум болады. Ватуммен бірге азғантай мыс бірге шығады.
Қазір алып көреміз. Мынау саба, мынау темір, мына бойындағысы ұстап тұрған. Ал ұшындағысы латунь. Тоқтікі болу керек. Мыналар темір. Бір тау қорғасын. Грузик машинадан түскен темірлі. Бұндайлар жиі жатады. Темір қатарына салмақ қосып өткізіп жібереміз. Салмақ береді, жақсы. Сосын алюминиевый банкалар 2 пакет болған. Бәрін осылай мыжып өткіземіз. Тығыздап тастаған. Қазір салмағын көрсетем. Бірде 760 грамм бүкіл салмағы. Бәрін жинай беру керек. Осы темірлерді жинап жүрген темірлер қатарына қосамын. Осының бәрі таза темір. Қара темір. Тек осы ғана алюминий. Газ осының латуньмен мысын алып көрейік. Осы вилканың. Отверткамен аштым. Ішіне осындай нәрсе көрініп тұр. 2 тау жылы, қатты мыс. Және латунь. Латуньды қазір бөлек алсақ болады. Бүкіл алынған затымыз 3 кішкентай латунь, 2 тал қысқа мыс, қатты мыс. Азғандай гайка шуруптары дегенде. Бұларды темір өткізіп жүрем. Салмақ береді. Ал пластмастарын мусорға жібереміз. Бұларды мысқа, латуньға саламыз. Ал енді осыдағы бүкіл мысын алайық, тазартайық. Шеттерінде шуруптары болады. Қазір отверткамен ашайын. Удлинительді ашып болдым. Бүкіл мыстары дәл тазартылмаған алынған латуньдары 4 штук. Салмағы азғантай ғана. Қазір тоқты тазартып көрейік. Тазартылмаса кейін жағуға қалдырамыз. Біздің табылған екінші тоғымызды да осыны. Сосын мынаны да қазір тазартып, мынаумен бірге үшеуін қосып табылған осы темір болды енді. Тефальдің темірі, басқа табылмай жатыр. Пеш бар алдында. Соны от жағып жүрейік. Сыртқы резинасын алып жүрейік бірінші. Сосын бірақ саламыз. Біздің бүгінгі мыс пен латуньдарымыз. Бағана жақсы жанды латунь. Ой, мыс дегенде. Салмағын өлшейік енді. Сонымен результатын көрсетейік. Осындай весі ғой. Менде нанның пакеті. Енді саламыз. елу 55 грамм дейді. 70 пен 50-дің арасын көрсетіп тұрған бағам бері. Мыс 55 грамм дейді.
азғантай чыгыпты. Отунун саман көрсетсе көрейік, өлшейік. 30 грамм. Осымен достар, видеом аяқталды. Кімге осындай темір жинау туралы қызық, өз комментариясын, өз ойын жаза кетсін. Видео стройка болыватқан. Кеттім жұмыс істеуге. Жақсы.